қол алды. Бұрыштарымызға. Причины вы знаете, если не знаете, обязательно найдите Мергин Fighting Championship и узнаете о причинах. А прямо сейчас на коротком уведомлении вышел Бабур Абдулазизов. Қуат енді бірден күресетін болады, онысы түсінікті. Абдулазизов стилі кикбоксинг, сондықтан барлығымызда түсініп тұрмыз. Күрестен аулақ болады. Осыдан 2 апта бұрын өткізген жекпе-жегінен ақ Бабурдың осал тұстарын көрген едік. Әділ Боранбаев қарсы жекпе-жегін Қуатты міндетті түрде қарап шыққанына еш күмәніміз жоқ. Әділ Боранбаев Абдулазизовты қалай ұту керек екенін көрсетіп кеткен болады. Бірден қысым көрсетуде. Бірақ шабуылдарын ойланып барып жасайтын болады. Абдулазизов сәл жақындап кетсе, Қуат күресе кететінін түсініп отыр. Но обратите внимание, что здесь сразу же не стал проходить в ноги, переводить бой в партер, а Қуат, как это было ранее. В его предыдущих выступлениях в рамках Мергин FC решил провести некоторое время в стойке. Но на самом деле и ударная техника Қуата также на достаточно хорошем уровне. Пока что Бабур сам не инициирует атаки, только лишь изредка выбрасывает лоу-кики. Оу! Отлично сейчас была задумка от Бабура. Соққылар ауыр. Правым оверхендом пытался достать подбородок Қуата. Қуат қазір одан бетер күреске ұмтылатын болу керек. Күресе кетсе басымдылық болады, біз бұны түсініп отырмыз. Тағы да фронт кик. Өте жақсы қысым көрсетуде. Абдулазизов. Оу, попадает теперь сам Қуат слева. Міне, алғашқы как раз таки первый проход. Еш қиындық үстіне бір аяқтан ұстап Қуат алды, қарсыласын қазір енді жақсылап тұрып партерден мұжғылауға тырысады. Хамитов одан кейін қылқындыру не ауырту әдісін жасауға жол іздейтін болады. Абдулазизов бұл жерде міне. Ручной треугольник. Қолмен үшбұрыш әдісін жасауға талпынатын болады. Жоқ, шыға алмай қалды Абдулазизов, бірақ ойы жақсы еді. Фул маунт, қарсыласының үстіне де отырып үлгерді. Енді қылқындыру әдісі емес, қазір соққы жасап. Здесь даже Қуат может и удосрочить ударами сверху. Иә. Позиция шынымен де қауіпті. Бірақ әзірше асығар емес, байқасаң Қуат Хамитов. 2 минуты до окончания первого раунда. Подключил локти, наносит удары локтями, пытается оттянуть и снова, я так понимаю, выйдет на ручной треугольник. Все-таки. Абдулазизов бұны түсініп отыр. Бұлай тіпті иықпен қазір қылқындыру әдісін жасауда бұл жерде. Нет, не удалось. Вон флюге ұқсас бір әдістеуге болатын шығар. Воздействие на шею. Как вам такое? Жоқ, бұл қайтадан орнына салған екен капасын керісінше. Баспен көмектесе алмай жатыр. Бұл жерде Бабурдың қолын сәл жоғары көтеру керек. Міне, біртіндеп жақындап келе жатыр әдіс жасауға. Да, сейчас полноценно теперь уже. Жоқ. Міне енді Хамитов қылқындыру әдісін жасай алады соңына дейін. Готов, я так понимаю, уже сдаться. Бабур. Удастся ли за минуту до окончания первого раунда провести удушающий прием? Жоқ, арқасына жатқызу керек. Бұл жерде толықтай қылқындыру әдісі жүріп жатыр. Да, здесь, наверное, полноценного воздействия на шею уже нет. Иә, арқасына жатқызу керек толық. Міне көрдің бе? Не удалось. Желкеден салып жүрген сияқты соққыны рефери ескерту берді. Міне, жақсы позиция бар, бірақ соққыға көп жасағысы келмейді сияқты, мейірімді Қуат. Қазір міне енді бірнеше мәрте қылқындыра алмағаннан кейін соққы жаудыруға көшті. Тағы да, бірнеше жауапсыз соққы. В пассивной защите находится Бабур, может рефери остановить поединок. Фул маунт позициясына қазір толасыз соққылар. Тіпті шынтақта кетті, рефери ескерту берді. Раунд закончился. Гонг спас Бабура. Гонг құтқарды, қарсы. Жекпе-жекте 5 раунд өткізген болатын.
содан бері жекпе-жек Здесь бір ғана уже- жекпе-жек өткен ММА-де бірінші раундта аяқтаған болатын. Оу, поскользнулся здесь. Ай-ай-ай. Бұндай да болып тұрады, әрине канвастың үстінде сәл су қалғанда шыға бастаған сезген болу керек. Бірден қысым көрсете бастады. Жаңағы қылқындыру әдістеріне ground and poundқа көп энергия кетірген болады. Біз бұны түсініп отырмыз, бірақ әлі бұндай бір ауыр дем алып жүр деуге келмейді. Да, сигналов к тому, что Фуат устал, пока что нет. Снова поскользнулся. Ары қарай жалғастыруға болады. Фуату не нужно идти в синий угол. Фуат, не надо. Да, не стоит наступать туда. Ну, ребята протерли, поэтому все нормально. Обратите внимание, как включился Бабур. О, был удар. Тейкдаун бірден. Но Фуат все-таки опытный парень. Міне тағы да қазір arm triangle choke деп аталатын әдісті қайталап Более көрмекші. 30 поединков за спиной Фуата Хамитова, поэтому Партердегі коронный прием. басты бір қаруларының бірі. Бұған ешкім мән жоқ. Міне көрдің ба, иықпен қазір кәдімгідей қарсыласының басын езгілеп тастады. О, свипует Бабур. Что произошло? Не болды? Что произошло? Что произошло у нас? Почему остановили? Почему? Чем не дал? Торын ұстаған сияқты бұл жерде. Абдулазизов. Абдулазизов. Әдіс жасаған кезде торды ұстап алған сияқты. Ну, Абдулазизов считает, что у него было... Бабур, конечно, недоволен. Атыраудың жанкерлері бір ғана реакциямен қазір Абдулазизовты жекпе-жекке қайтарып үлгерді. Здесь, наверное, тоже не... Бірден. Алға ұмтылды, қазір көбірек соққы күтеміз Абдулазизовтен. Лоу-кик. Барлығы дұрыс. Отличный такой по внутренней части бедра. Тым болмағанда 3 соққыдан тұратын шабуылдар жасаса. Қатты жақындарсы келмейді, байқасаның Абдулазизов. Тағы да лоу-кик. Өте жақсы. Тағы да. Неужели второй раунд Бабур может выиграть? Более активен он во втором раунде. Иә. Қуат әрине талпынып көрген, айтып жүрген жоқ. Бір аяқтан ұстады және. Ну, у Бабура абсолютно отсутствует защита от тейкдаунов. Из 3 попыток все 3 пропустил Бабур. Міне тағы да қолды мойынға салды. Сақ болу керек бұл жерде желке. Меньше минуты. Қазір көңілін басқа бір позицияға, басқа бір әдістерге аударған дұрыста шығар. Тым болмағанда соңғы 40 секунд қазір дәл осы басымдылықты сақтап, қарсыласын партерде ұстап қалуға тырысуы керек. Міне тағы да маунт. И опять у нас повтор первого раунда. 30 секунд остается. 30 секунд уақыты бар. Қуаттың соңына дейін жеткізе алады ма? Жоқ. Абдулазизов қарсыласына кәдімгідей жабысып алған. Шабуылын ары қарай өрбітуге ешқандай да мүмкіншілік бермейтіні анық. Жоқ. Қуат шынымен де Абдулазизовтың стиліне бір бейімделе алмаған сияқты. Дегенмен қолдан келіп жатыр күресу, бірақ аяқта тұрып айқасқандыңыздар. Дәл осы күрестің арқасында қазір Найман басымдылыққа ие. Сәл күреске тойтарыс бере алғанда Абдулазизов жекпе-жек басқаша өрбіп кетер еді, әрине. Тағы да позиция. С этим сложно не согласиться. Вот если бы защищался от борьбы Бабур, от переводов, то в стойке доставлял он проблем на самом деле. Қылқындыру әдісін жасауы мүмкін бұл жерде Хамитов. Уақыт тапшы, бірақ жақын қалды ғой. Показывает, что все в порядке у Бабура. Нет проблем абсолютно никаких. Призывает к активности. Уақыт аяқталған сияқты еді ғой.
Әлде міне енді иә. Біз қате есептедік қой. Міне Дзеничке салып қазір тағы да әдіс жасап көрмекші. О, Валентина Шрата! Последние секунды. Сдался Бабур. Побед